Аружан, сен мені не үшін шақырдың? Неге шақырғаныңды айтсаңшы енді? Айтайын. Ертең қызымыз Маржанның туған күні, соны бірдеңе қылып жасап берейік. Ойбай, мен ұмытып кетіппін ғой Маржанның туған күнін. Есіңе салғаның жақсы болды. Жарайды, онда дайындала берейік. Иә, дайындала берейік. Оған Мағжанды да қосуымыз керек қой. Кеттік, Мағжанды шақырып келейік. Қазір мен шақырып келемін. Мына кино қызық екен ғой. Иә, вообще қызық қой, Жазуха деген. Мағжан, жүрші, мен сені бірдеңке айтамын. Не айтасыз? Мен де барайыншы, пожалуйста. Мен де естігім келеді. Жоқ, сен осында ана киноны көріп отыра бер. Қазір мен Мағжанға бірдеңке айтамын, болды. Жарайды. Мағжан, жүрші енді. Жарайды. Мағжан, ертең сенің қарындасың Маржанның туған күні, сен оны білесің бе? Ой, мен ұмытып кетіппін ғой. Иә, ертең менің қарындасымның туған күні екен. Қатты қуаныштымын. Сол үшін шақырдыңыздар ма? Иә, сол үшін шақырдық. Ертеңге жоспар құру керек. Иә, ертеңге жоспар құру керек. Мысалға, ертең кешке таман оның тойын ойлап қояйық. Біз әкең екеулеріміз табында дайындаламыз. Ал сен Маржанға ештеңке айтпа. Оған ешқандай бір туған күніңді жасаймыз деп сөйтіп айтпа, жарай ма? Жарайды. Ал ол саған айтты ма, менің туған күнімді осылар жасап берсе ғой деп айтты ма? Я, бір сөзінде айтып қалған. Мен туған күнімді достарыммен атап өткім келеді деген еді. Онда достарын шақырайық. Я, достарын шақырғанымыз дұрыс болар. Онда мен ресторанға барайық та, сол ресторанда атап өтейік. Жақсы, онда солай болса жақсы болатын еді. Жарайды, қалған істің бәрін өзіміз тындырамыз. Жарайды. Онда бөлмеңе бара берсем болады. Жарайды, рахмет. Так, бізге андай өте керемет болып атап өтетіндей, өте бір идеальный ресторан керек. Я, ең күшті ресторан, және де ең қымбат, және күнге Маржанға ұнайтындай болу керек. Я. Маржан, болды, түн батты. Болды, ұйықтайық, я, мен кеттім, ұйықтай берейін. Таңертеңнен бастап менің туған күні басталады. Менің туған күніме ата-анам не сыйлайды екен, қызық болып тұр. Достармен атап өткім келіп еді. Жарайды, отбасымен де атап өте салайын. Бәрібір маған әйтеуір атап өтсем болғаны, не сыйлатыны маған қызық болып тұр. Ертең күшті күн болса екен. Таң аттау әйтеуір дегенде. Айтпақшы, бүгін менің қызымның туған күні ғой, соны дұрыстап атап өту керек. Енді тезірек келейін да, анандай ресторанды бір қарап келейін. Кеше заказ беріп қойған едім. Енді қалай жасап қойғанын көріп келейін. Оданша қоңырау шала салайыншы. Асхат аға ғой, баяғы. Асхат ағадан басқа кімге айтам мен? Өзі де сандап жатыр. Алло, Асхат аға, қалайсыз? Ой, қалайсың, Аружан? Я, анан жақсымын, әрине. Маржанның туған күніне ресторанды дайындап қойдыңыздар ма? Я, әрине дайындап қойдым. Өте керемет. Прям өте керемет қып жаза қойдым. Бірақ та менің қызыма Hello Kitty ұнайтын еді. Сол Hello Kitty'дің заттарын алып қойдыңыз ғой, я? Я, Hello Kitty'ге байланысты қып жасадық сол. Жақсы, онда мен сосын көп орынға дайындап қойыңыз, біз оның құрбыларында шақырамыз. Жақсы, қаншада боласыз? Кешкі қаншада келесіздер? Примерно кешкі 5-6-ларда келетін шығармыз. Жақсы, келулеріңізді сұраймын. Жарайды, мен тұтқаны қояйын. Жақсы болды ғой, қызым өте керемет болатын болды бүгінгі күні. Жарайды, бүгінгі таңғы асты дайындай берейін. Қалай, тамақ дәмді болып ма? Я, өте қатты дәмді болыпты. Тамақ болғанда тамақ та жоқ қой.
Иә, бұл тортты мен өзім жасадым. Бұл торт деген сендердің барлықтарыңа ұнайды деген үміттемін. Әрине, маған қатты ұнады. Маған да ұнады. Бүгін қандай күн екен білесіздер ма? Қандай күн? Қандай күн, қызым? Бүгін менің ойымша среда ғой? Я, среда бүгін. Я, среда, потом шілденің 19-ы. Не сіздер сонда менің туған күнімді білмейсіздер ма? Сол шілденің 19-ы күні менің туған күнім. Туған күнімнің қашан екен білмесеңіздер, не үшін жүрсіздер? Менің туған күнімді күштілеп атап береме деп ойлап едім. Құдай, осыған бола жылай ма? Оны кешкі жақын қандай тосын сый күтіп тұрғанын білмейді ғой. Иә, мен өзімнің қызымның туған күніне осылай дайындалып алдым. Ойбай, бұл кім тағы? Алло, бұл кім? Ой, мен ғой сіздердің таныстарыңыз Асхат ағай. Мен ғой сол анда Маржанның туған күні екен ғой, құтты болсын. Сол ресторан жасап жатқанмын ғой ана. Кімге? Аружанға звондасам өшіп тұр, сізде звондаған едім. Жарайды, айта беріңіз. Ой, мен ана ресторан жасап біттім, келе беріңіздер. Уже 5:30 болды ғой. Қазір ана ресторан жабылып қалады. Тезірек келіңіздер. Жарайды, жақсы. Қазір-ақ келеміз ғой. Жарайды, сау болыңыз. Так, енді апару керек бұл қызды. Қызым, не үшін жылап отырсың? Ой, ештеңке болған жоқ. Болды, қойыңыздаршы, мен өзім жалғыз қалғым келеді. Болды, қойшы енді, жылама соған бола. Не болыпты? Алдынан бері қыдырып жүрсіңдер, сол үшін сендерді апаратын жеріміз болғаннан кейін, жеріміз жоқ болғаннан кейін, сендерді сенің туған күніңді атап өтпей-ақ қояйық деп ойладым. Мына киімді киіп ала қойшы енді, айтшы. Ой, бұл киімді де кимеймін. Мен бұндай киімді киім келмейді. Ой, енді киіп алшы. Бүгін кешкі асты ішейін деп жатырмыз. Кешкі асты мейрамханада ашеміз деп шештік. Сол мейрамханаға барайық, жүр кеттік. Мен кешкі ас ішпеймін. Біз барлығымыз енді ресторанға барғанда сен ғана сол үйде жалғыз қаласың ба? Я. Жоқ, болды, жүріш енді. Туй бір, жарайды, міне кидім, міне. Ой, жарайсың, молодец. Болды, кеттік енді. Болды, жылама. Кеттік. Мінекей. Ресторанға тезірек кірейік. Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің мен, туған күнің мен, Маржан. Мәссаған, қандай күшті. Өте көп рахмет, өте көп рахмет. Туған күнің мен. Жарайды енді, көп тұрмай дастарханға отырайық. Мына жер қандай күшті. Маған ұнайтын Hello Kittyмен жасалған. Hello Kittyге арнап осындай печеньелер және де KFC деген. Потом және де осындай сок бар екен. Сосын обойға дейін осы Hello Kitty, шардың барлық Hello Kitty, барлық столдарда осындай Hello Kitty сияқты заттардың көп екен. Қандай күшті. Романтик, басымда кепка, үстімде ади, қолда гитара, сидим на лавке. Сегодня вечером болады пати. Қыздар бүгін типа на стиле, қызыл жасыл, түрлі лосин. Жігіттерден біздің қалыспауда, үстінде пиджак, цвета малина. Миллиондер бәрі жас менің әрі, колонкада Шатуновтың әні. Жалбыраған шар сол кездің сәні, ауызда қызыл виноның дәмі. Оп, черно-белый фоткада мотоцикл тотқан. Топ бала қызбенен техничный өтіп барам. Топ бала көріп қалды оппаны.
Қателі қосманы жоқ мейлі жүйсал Бетіңді биле, деніңді боста. Бұл дискотека из 90. Магнитофонны барына қоста. Ойнайсың әнді из 90. Играет медаль, мистер Кредо. Танцы на улице до рассвета. В кармане жвачка. Жуешь